Адасқан қыз тағдыры. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер біздің видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басып, подписаться түймелерін баса кетуіңізді ұсынамыз. Бір жас қыз автобусқа шығып, автобустан қалып кетіп, жақын маңдағы бір үйдің есігін тықылдатады. Сол кезде жас бір жігіт есікті ашып, қызға таңдана қарайды. Кімсіз деген сұрауына қыз: мен студентка қызбын, яғни талапкер қызбын. Біз бұнда оқушыларменен бірге келген болатынбыз. Алайда олар мені ұмытып тастап кетті. Мен қалай артқа қайтуды білмеймін деді. Жігіт оған: бүгін түнде менің үйіме түнеп қал. Бұл тастандық ауыл. Ал біз қазір шығыстамыз. Сен айтқан қала болса батыста. Оған бару үшін анша уақыт керек. Ал бұл жерде есе көлік жоқ. Ертең өзім сені жеткіземін. Бүгін бірге біздің үйде түнеп қал деді. Қыз бұған келісті. Жігіт төсегін босатып қызға берді. Хананың ортасынан перде тартты дағы бұл ұшына өзі жатты. Қыз мың бір оймен қорқынышқа оранып, көрпесін қатты оранып алып жатты. Көзіне ұйқы келмеді. Жігітке қарап отырды. Хананың бұрышында отырған бала тынбастан кітапты оқып, кітапқа қарап отыратын. Бір әпсетте жігіт кітаптың бетін жапты да, турада тұрған шамға барып қарап, онымен ойнай бастады. Әуелі бас бармағын, кейін есе екінші бармағын. Дәл осылайша барлық бармақтарын күйдіре бастады. Қыз бұдан қорқып, жындардың өзінің марасымын өткізіп жатқан секілді болып сезініп, өзін қорқынышқа орады. Дәл осылайша түнімен жігіт те қызда ұйықтамай, түн ас ұйқысын таңға аластырып, таң атырды. Ертесіне жігіт қызды үйіне апарып тастады. Қыз үйге келгеннен кейін бар болмысын әкесіне айтып берді. Әкесі болса бұған сенген жоқ. Және де қызы қатты қорыққандықтан ол ауырып, сол күні науқастанып қалды. Әкесі бұл уақиғаны есткен соң сол ауылға барып, тап бір жолаушыдай сол баланың үйінің есігін тықылдатты. Және де бұл жолдан қайтып қалаға шығып кетуге мүмкін болатындығын сұрады. Бала жол жорық көрсетті. Сол кезде ишара қылып, жігіттің қолын байланғандығы, неге қолыңды байлап алғансың деген сұрауға қоя бастады. Ол қызының әкесі екенін балаға айтқан жоқ. Бала есе үн қата айтты: мен кеше біздің үйде бір сұлу қыз түнеп қалды. Мен түнде кітап оқырдым. Сол кезде мені шайтанның васвасасы тұтып, ол қызға хұжым жасағым келді. Алайда мен ақыреттің отын сезінсін дегендей, қолымды шамға күйдіре бастадым. Егер мен осы жұмысты жасасам, дозақта отта жанатынымды білер едім. Және осы сезімді өзіме сездіргім келді. Дәл осы қылығыммен шайтанды отқа жандырдым деді. Осылайша жігіттің берген жауабы әкеге ұнады да, әке үйіне баланы мейманға шақырды. Осылайша қызын сол сабырлы, ақылы жігітке беруге үміт аттанды. Егер Алла тағаланың кінә жасауынан біле тұра кінә жасамай, оны жақсылыққа жетексең, саған одан да жақсылық келеді. Жігіт дәл осы жұмысты атқарды, яғни қызбен өткен бір харам түннен гөрі бүтін өмірлік, сәттілік, адал түнін ұсынды. Осылайша бала бақытты ғұмыр кешті деп хабар әңгімемізді аяқтаймыз. Егер видеоларымыз сізге ұнап жатса, достарыңызға бөлісіп, подписаться және де бір ғана лайк түймелерін баса кетуді ұмытпаңыздар.